Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге дәрумендерге толы брокколиден салат жасап көрсететін боламын. Брокколидің калориясы өте аз болғандықтан диета ұстап, денсаулығына аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс. Сондықтан міндетті түрде дәл осы салатты сізде жасап көріңіз. Ең алдымен брокколимізді таза суға жақсылап жуып аламыз. Барлық жерін тазалап жуып алғаннан кейін алдын ала қайнап тұрған суға жақсылап пісіріп аламыз. 5-6 минут пісіріп алсаңыз жеткілікті. Бұл брокколидің құрамында дәрумендер өте көп, соның ішінде жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, марганец, күкірт, В1, В2, В5, В6, ПП, Е, К және де А, С дәрумендері бар. Сондықтан міндетті түрде дәл осы көкөністі қолданып салат немесе тамақ жасасаңыздар да болады. Денсаулығымызға өте пайдалы. Енді осы брокколимізді суытамыз. Біздің брокколиміз суығанша біз маринадты дайындаймыз. Ақ пиязымыз бен қызыл пиязымызды жартылай сақина тәрізді турап маринадқа қоятын боламыз. Сонымен қатар брокколи тәбет пен ас қорытуды жақсартады. Асқазанда ойық жарасы бар адамдарға пайдалы және де қан аздықтың, бауыр ауруларының алдын алады. Қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Менде қызыл сарымсақтың ортасы осылай кішкене бүлінген екен, соны алып қолдандым. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Салаттың құрамын өзіңіз өзгертіп жасасаңыз да болады. Үйдегі бар азық-түліктерді қосып жасай берсеңіз болады. Достар, егер де сіз менің каналыма келген алғашқы көрерменім болсаңыз, онда осы қазақша каналдың өсуіне, дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, және де жақын достарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісіп жүруіңізді сұраймын. Пиязымызды маринадтаймыз. 1 шай қасық соя тұздығын қосамыз, және де 1 шай қасық 6% алма сірке суын қосамыз, және де қасықтың ұшымен горчица қосамыз. Қоспасаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып маринадқа қалдырамыз. Енді осы сарымсағымыз маринадта болғанша біз қиярымызды және де қызанағымызды турап аламыз. Қызанақты ортасынан бөліп, әр бөлігін тонкий долька қылдырып тураймыз. Барлығын видеода көрсетілгендей турап аласыздар. Достар, сонымен қоса менің каналымда түрлі торттардың, пирогтардың, ыстық тамақтардың және де салаттардың, таңғы астардың әртүрлі видео рецептері бар. Сондықтан егер де тіркелмеген болсаңыздар, кіріп қарап тіркеліп қойсаңыздар болады. Қиярымызды тураймыз. Осылай ортасынан бөліп, әр бөлігін 2 бөлікке бөліп, ортасынан қиғаштап турап формасын жасаймыз. Барлығын видеода көрсетілгендей турап шығасыздар. Сонда сіздердің қиярларыңыз әдемі көрініп тұрады. Егер сіз денсаулығыңызды ойлайтын болсаңыз, осы брокколиді мен сіздерге күнделікті тұтынуға кеңес беремін. Себебі брокколидің адам ағзасына тигізетін пайдасы өте көп. Енді брокколиімізді ортасынан 1 немесе 2 бөлікке бөліп осылай турап аламыз. Брокколи қырыққабат тұқымдасының 1 жылдық өсімдігі. Брокко деген итальян сөзінен шыққан, бұта деген мағынаны білдіреді. Асқа тұрақты түрде қолдану арқылы күйзелістен жақсы қорғайды. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы қазақша контенттің өсуіне, ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Әрине сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін өте маңызды. Сондықтан мені қолдап тіркеле отырыңыздар. Чесногымызды осылай пресстен өткізіп аламыз, немесе үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Енді осы салатымыздың дәміне қарай тұз бұрышымызды қоссаңыздар болады. Және де 30 грамм оливковое масло қостым. Барлығын жақсылап араластырып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, витаминдерге толы салаттардың қатарына жатады. Сондықтан міндетті түрде мен сіздерге осы салатты жасап көрулеріңізді ұсынамын. Ал сіздерге ас болсын, өздеріңізді және жақындарыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Және де қонақ келгенде дастарханда әдемі вид беретін салатты міндетті түрде сіздерге жасауға кеңес беремін. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл.